Кино өнерінің майын ішкен көптеген майталмандар сценарий жазу барысын көзіңді байлап тауға өрмелеумен байланыстырады. Яғни қайда баратын және барған жерінде не күтіп тұрған білмейсің дейді. Ал Ридли Скотт, Стивен Спилберг тіпті Сидней Люмет секілді режиссерлар фильм жасауды, яғни тауға өрмелеуде ең маңыздысы жоғарыға қарай бермеу дейді. Қарай берсең, анау басына қашан жетем деп тез жалығасың. Ал төмен қарасаң, қорқасың, яғни құлап кетем бе деп қорқасың дейді. Сондықтан тек қана өзіңнің аяғыңның астына қарап, басқан ізіңе сақ болып, асықпай жүре берсең, түбінде ана мақсатқа жетесің дейді. Цвет небесный, синий цвет. Полюбил я с малых лет. В детстве он мне означал синеву иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, жертву остальным цветам голубого не отдам. Он прекрасен без прикрас, этот цвет любимых глаз, это взгляд бездонный твой, напоенный синевой. Это цвет моей мечты, это облик высоты. В этот голубой раствор погружен земной простор. Это легкий переход, неизвестность от забот. И от плачущих родных на похоронах моих. Это синий, не густой, иней над моей плитой. Это сизый, зимний дым, клык над именем